Да? Алақай, біздің сурет жанданды. Балаларға сурет салу енді бұрынғыдан да қызық болмақ. Осылай оқушылардың салған суреттерін жандандыруды үйренгіңіз келсе, бұл сабақты соңына дейін қараңыз. Қазіргі кезде оқушылардың сурет салуға деген қызығушылығы азайған, өйткені ұялы телефон олардың назарын бөледі. Бірақ біз дәл сол телефонды пайдаланып, олардың шығармашылық белсенділігін арттырудың ең тамаша әдісін көрсетеміз. Алдымен оқушыларға осындай әдемі сурет салдырамыз. Содан кейін Pixverse қосымшасын телефоныңызға жүктеп алыңыз. Қосымшаны ашып, төменгі жағындағы плюс батырманы басыңыз. Ақылы емес, ақысыз нұсқасын таңдаймыз. Содан кейін загрузить изображение дегенді басып, суретті таңдаймыз. Суреттің астында оживи рисунок деп жазамыз. Создать дегенді басып, осыдан кейін сурет жандандырылады. Суретті сақтау үшін үстіңгі жақтағы астыға қарап тұрған стрелканы басамыз. Одан кейін MP3 қылып сақтап аламыз. Күтеміз. Суретті интерактивті тақтадан көрсетсеңіздер, эффект әлде қайда күшті болады.